Оны қазір айтсам мен білмеймін қаншалықты дұрыс болады. Бұл негізі бізде андай болады ғой, адамдарға сюрприз сияқты болу керек болған. Я верна Ильяс. Мы отрежем это. Ильяс лучше президент. Сіздерде қандай болашақта план, мысалға көшбасшылық кеңес енді ғана жиналдыңдар, бір-бірлеріңді, мне кажется, енді ғана танып жатсыңдар. Енді осы жолы осылай болады деген сияқты пландар бар ма? Бізде жыл сайын Новый годта кәдімгідей бір дискотека болады. Мен ойымша ол көп адамдарға жалығып кеткендей, сондықтан да Бәріне сәлем, сіздермен Soul подкаст. Бүгін бізде қонақта мектебіміздің вице-президенті, Қазақстан тарих олимпиадаларының жүлдегері, Қазақстан тарихтан жобалардың авторы Хамидханна Аяулым. Бәріне сәлем. Ең бірінші Аяулым, өзіңді таныстырып өтсең. Бәріне сәлем, мен есімім Аяулым айтып кеткендей. Мен Назарбаев зияткерлік мектебінің 10-шы сынып оқушысымын. Осы Назарбаев зияткерлік мектебі оқыған уақытта мен түрлі жобаларды бастап, олимпиадаларға қатысқан болатынмын. Сонымен қатар қазіргі кезде биылғы оқу жылында мен мектеп вице-президенті атандым. Және де жалпы мектеп белсенділерінің бірінің болуына тырысып жүрген адамның бірімін. Қазіргі таңда вице-президенттік рөлін қалай сипаттай аласыз? Жалпы жауапкершілікті сезінемін, шынымен де, өйткені біз қазіргі кезде мектептің администрациясы мен әкімшілігімен және де балалар арасындағы бір мостик деп айтамыз ғой, сондай болып жүрміз. Яғни біз бір байланысты орнатамыз және де қазіргі кезде біз шынымен айтсам, мысалы бізде 9-10 сабақ болса, біз содан кейін күнде қалып лицейтпен жиналамыз және де әртүрлі дүниелер талқылаймыз және тағы басқасы. Сондықтан да бұл кішкене нагрузка деп айта аламын. Және де қазіргі кезде біз түрлі іс-шараларды өткізуге тырысып жүрміз. Соның бәрін өткізу көп жауапкершілік пен күшті талап етеді. Сондықтан да жалпы қатты қиын емес, бірақ бұрынғыдан қарағанда көбірек нагрузка деп айтсақ болады. Өзінде қиындықтар бар дейсіз. Сіздердің осы көшбасшылар кеңесінің командаларыңыз дейміз, қалай ол жалын деп аталады, солай аталу себебі қандай? Жалын деп аталу себебі басында біз негізі тұлпар деп қою керек болатынбыз. Яғни жас тұлпар деген ұйымды мүмкін білетін шығарсыз. Осы совет үкімет кезіндегі жастардың ұйымы, яғни олар ағартушылық істермен айналысқан болатын балалардың арасында. Және де сол идея маған келді, давайте жас тұлпар деп қояйық дегенде, кішкене тұлпар деген өзіме де қатты ұнаған жоқ. Содан кейін Мағжан Жұмабаевтың өлеңі бар. Мен жастарға сенемін. Сол кезде анда бір строчка бар. Көздерінде от ойнап, көздерінде жалын бар, сөздерінде жалын бар. Содан кейін, давайте жалын деп қояйық деп. Сосын идея бәріне ұнады, содан біз жалын болып кеттік. Тарих везде. Сол командада қандай балалар, оларға, мысалға, сіздер барлық балаларды алған жоқсыздар, оған отбор өтті дегенде, соны қалай өтті, соны сипаттап берсең. Жалпы біз басында бізде Ильяс президент атаған болатын, содан кейін мен вице-президент болдым, және де енді бізге команда жинау қажет болды. Сол кезде енді бізге министрлер керек, алайда ол әрине ол кісілер өте белсенді, жауапкершілігі мол және де трудолюбивый, яғни еңбекқор болу керек болды, және де біз оған барлық адамдарды бірдей ала алмадық. Сондықтан да біз кәдімгі іріктеу өткіздік. Ол 2 турдан тұрды. Яғни бірінші біз Google Forums'та опростар жинаған болатын жауаптар. Яғни балалар өздері жайлы, олардың жетістіктері, тәжірибесі жайлы айтты. Неге именно біз оларды алу керек болатын жайлы айтқан болатын. Содан кейін біз ол кезде, мысалы, әрбір министерстводан бір 3-4 баладан алып, қайбір кезде интервью өткіздік. Яғни содан кейін министрлер тағайындалды. Министрлер тағайындалды. Иә. Сіздердің командаларыңызда қанша адам? Жалпы командамызда 17 адам. 17 адам. Иә. Неге мен жоқпын? Өйткені сен жібермедің. Жібермедім? Жоқсың просто жібермедің агенттанды. Негізі сен президент, вообще негізі реально президент болатын адамсың ғой. Ладно, это мы отрежем это. Ильяс лучше президент. Я верна Ильясу. Верно служу. Менің ойымша, вице-президент болу үшін адам өзінің жеке сол бағытқа бағытталған хобби немесе привычкалары болу керек деген сияқты. Сізде сондай бар ма? Менің ойымша, бар. Яғни, мен көшбасшылықты жақсы көремін, шынымен бір жерде лидер болып өзінің артынан адамдарды ерте білу қасиетім бар деп ойлаймын. Осыған дейін мен былтырғы оқу жылында ертіс шаңырағынан лидер болған болатынмын, және де жыл соңында біз ең үздік шаңырақ атанып, туған елге тағзым жобасы бойынша экспедицияларға барған болатынбыз.
сонымен қатар осыған дейін де мен лицеветтағы балалармен жақсы қарым-қатынаста болғанмын, және де олардың осы іс-әрекеттер жұмыстары жайлы жақсы білдім. Сондықтан да нақты бір тәжірибемен орысша айтқанда понятие осознанность не істейтіні сол болды. Атмосферасы, иә. Және де сонымен қатар мен спортпен айналысқан болатын, қатыскенге деген, және де ол менде бір дисциплина мен шыдамдылықты арттырды деп ойлаймын. Яғни мен конный спорт, яғни ат спорты, мен конный спортпен айналысамын бұрыннан бері, және де бұл менде тапқырлықты, және де өжеттілікті арттырды деп ойлаймын. Сонымен қатар мектептен тыс мысалға лидерлігіңді қалай көрсетесің? Мектептен тыс. Негізі мен ойымша лидерлік ол біздің өзіміздің ішімізде стержень. Және де мен мысалы біз шынымен де біз аптасына 5 күн таңғы сағат 8-ден кешкі сағат 6-ға дейін мектептің ішінде жүремін. Менде бар ғой мектептен тыс деген өмір, только үйде ғана да. Мен өзімді былай қатты көрсете алмаймын. Менде кез келген нәрсе қазір мектеппен немесе мектептің оқушыларымен байланысты да. Жалпы бірақ өзімнің достарым арасында, мысалы егер де біз бір жаққа жиналу керек болсақ, және тағы басқасы, соның барын организаторы мен боламын, яғни біреудің туған күні болады, соған подарыққа немесе тортқа, соның бәрі мен жинаймын көбінесе. Иде лидер кім десең? Иде мен лидер деп лидерлікті папаға беремін. Папа сен жақсы көрем. Өте қызықты. Мысалға, сіздерде қандай болашақта план, мысалға, көшбасшылық кеңес енді ғана жиналдыңдар, бір-бірлеріңді, мне кажется, енді ғана танып жатсыңдар. Енді осы жолы осылай болады деген сияқты пландар бар ма? Негізі пландар көп, жоспар көп, күретіміз өте көп, үмітіміз де көп, үлкен, зор. Қазіргі кезде бізде әкімшілікпен келіскен жылдық жоспар бар. Онда әртүрлі іс-шаралар, яғни осы мектептегі балалардың күндерін күштірек жасайтын. Яғни бізде ол КВН, әртүрлі дискотекалар, эстафеталар. Нақтырақ айтсақ, алдыңғы жылдан қарағанда не өзгереді? Вот жаққа балалары. Оны қазір айтсам, мен білмеймін қаншалықты дұрыс болады. Бұл негізі бізде андай болады ғой, адамдарға сюрприз сияқты болу керек болған. Жалпы бізде бұйырса қазір караоке минутки деген нәрсе бастау керек, яғни күнде бізде оранжереяда телевизор тұрады, онда караоке ойнайды, және тағы басқасы. Сонымен қатар бізде жыл сайын Новый годта кәдімгідей бір дискотека болады. Мен ойымша ол көп адамдарға жалығып кеткендей. Сондықтан да біз биыл Дос Мұқасан тематикасында арнайы кеш ұйымдастырмақшымыз. Және де жалпы мен әр министрлікті қазір айтып кетсем, өте көп тізім шығады негізінен. Бірақ бұлай қысқаша айтқанда, мен ойымша балаларға ұнайтындай бізде жоспарда шаралар. Сендер алдыңғы жылдан қарағанда көп сияқтысыңдар, иә, осы жылы. Шынымен айтсам, негізі бір 3-4 адамға ғана көппіз. 3-4 адамға көппіз. Иә. Сондықтан ондай қатты деп ойламаймын. Ал жаңадан министр қосу, басқа тақырып мысалға көптеген варианттар бар. Клубтардың министрі деген бар ма? Клубтар министрі бар, ол бізде Қаймолдин Аружан. Ал мысалға неменің министрі? Олимпиаданың министрі деген сияқты. Олимпиада министрі дегенде, яғни бізде ол негізі тәртіп пен дисциплина деген министерство бар. Яғни сол балалар көбінесе мен алысады, және де қазіргі кезде арнайы телеграм канал ашқан болатын, және де онда барлық осы қазір өткізіп жатқан проект, олимпиада конкурстары, және тағы басқасы жарияланып тұрады. Негізінен. Мен ойымша жалпы бізде басқа мектептермен салыстырғанда олимпиадамен, проекттермен аса қатты неме жоқ, проблема жоқ, шын керек. Өйткені біздің мектепте өздерін көрсете алатын проект олимпиадниктер бар, және де оларға ондай қатты менторство керек емес деп ойлаймын. Аяулым, жалпы мектебіміздің жобалардағы жетістігіне қалай баға бересің, және де соған қалай атсалысып жатсың? Яғни ғылыми жобалар айтып тұрған. Иә, ғылыми жобалар. Негізі мен былтырдан бастап ғылыми жобамен айналысқан болатын. Ол менде тарих пәнінен болған. Мен беймәлім алаш зиялысын зерттедім, және де сәтті түрде алаш зиялысы беймәлім Мұстафа Молдыбаев деген кісі болған. Ол кісі туралы ештеңе айта алмайды, сондықтан мен сол күні зерттеп алаш хронологиялық кесте және тағы басқа жасаған болатынмын. Және де сәтті түрде дарыннан республикадан бірақ шықтым бірінші орынмен, және де биыл кішкене басқа жаққа кеттім, яғни қазақ тілінен бастадым. Ол бізде казап деген тест, яғни ол сенің қазақ тіліндегі қанша сөз білетініңді анықтайды. Қанша сөз білетініңді? Иә, және де сөздік қорында, иә. Қазіргі кезде негізі ол былай журналистердің арасында жалпы әртүрлі жаңалықтар порталдарында танытылып жатыр. Негізі адамдарға ұнады бұл идея, және де бұйырса әлі де дамытып айналысатын боламын. Жалпы ғылыми жобалар бізде мектепте жақсы дамыған.
мен өзі былтыр бізде рөлдік пиктен болған, яғни сол кісі және мен былтырғы ғылыми жетекшім Сәлима Басқымбаева кәдімгідей бір стержень деп айтамыз ғой, соны қалдырып кетті проект бойынша. Сондықтан да қазір мен былай спокойно айналыстамын, ешқандай қиындық жоқ. Және негізі балалар бізде басқа мектептермен салыстырғанда, яғни басқа институттармен салыстырғанда ғылыми жобаларға көбірек қызығады, негізі шыны керек. Және де жетістіктері де мол басқа салыстырмалы түрде, яғни биыл бізде мысалы желілік ғылыми жобалар конкурс өткен уақытта гуманитарий мысалы бізде 9 проект барды ма, ең көп бізде біздікілер барды 9 проектпен, басқа жағынан бақты, и то сол 9 проекттің бәрі орын алып шықты. И жылда солай негізі. И былтыр республикаға барғанда тоже мысалы Ақтөбе, Ақтау және тағы басқа қалалар 3-4 проекттен ғана болды, может даже 2-3. Біз 7 ма 8 проект бардық, и то тоже бір 5-6 орын алып келді. Негізі вообще күшті бізде проекттардың дамығаны. Ал неге байланысты деп ойлайсың? Неге біздің мектеп сондай жобалармен жақсы айналысады? Мен ойымша бізде мектепте акцент көп ондай дүниеге. Яғни қалай? Акцент дегенде бізге мысалы кейбір жеңілдіктер береді, яғни ПО, персонализированный мышление дейміз, соны береді. Иә, жалпы бізде еще мысалы Семей Абайдың жері ғой, Алаштың жері. Сондықтан да бізде мысалы государственный архивтер және тағы басқасы көпсе, бізге қолжетімді біз айдаудан іздеп жүрмейміз, біз кәдімгі өз қаламыздан таба аламыз. Жалпы бізде Семей өзі де былай көне қала ғой, 300 жылдан астам тарихы бар. Сондықтан да осы нақты мен мысалы айта аламын, гуманитарий бізде жақсы дамыған осы жағынан. Өйткені бізде информацияға, ақпаратқа қол жетімді дүние. Осы Семейде. Біздің мектептің балаларына мүмкін білім жағынан, немесе тәртіп жағынан, немесе в общем не жетіспейді деп ойлайсың? Мен ойымша жалпы бізде мектепте басқа мектептердің үздіктері жиналған, 6-шы сыныптан бастап. Түскендер бар, яғни уже бір, скажем, отбор болды ғой. И бізде лучший из лучших оқиды, негізі былай, білім жағынан айтсақ. Ол факт, бірақ мен ойымша бізге балаларға бар ғой, бір неме жетіспейді, бір-бірмен так комьюнити болады ғой, бірдей татулық, байланыс жетіспейді. Мысалы, КТЛ-да алайықшы, КТЛ-да балалар бәрі бір-біріне жанып тұрады ғой. Там, не знаю, вообще они прям как одна семья, бізде ондай нәрсе жоқ. Даже шаңырақтардың өзі, мысалы, бізде аса қатты андай байланысқа түспейді, бізде балалар как формальность воспринимает, бірақ негізі оның түпкі мағынасы мүлдем басқа ғой. Ол үлкен класстар мен кішкентай класстардың балаларын бір-бірімен байланыстыру, достастыру, бір шаңырақ астындағы адам сияқты өмір сүруге ықпал ету. Ал бізде ондай дүние жоқ, бәрі одан қашады. Менің ойымша бізге мүмкін ол біздің менталитетке байланысты шығар деп ойлаймын. Бізге енді жасыратыны жоқ. Семей негізі бұрынғы кезде орыстар тұрған ғой, көбінесе 90-шы жылдарға дейін. Мүмкін содан қалып қалған дүние, мүмкін басқа, оны мен нақты айта алмаймын себебін. Бірақ менің ойымша сол жетіспейді біздің балаларға. И бізге менің ойымша еще біздің балаларға жетіспейді күнделікті бір какие-то интересные мероприятия. Біз мысалы күнде день сурка болады ғой, таңертең тұрасың, келесің, тамақ ішесің, сабақ, потом қайтасың, үй жұмыс жасайсың, ұйықтайсың, и так каждый день. А менің ойымша балаларға осындай бір қызықты шаралар жетіспейді. Мектепте мысалы келесің, не только сенде сабақ, басқа бір не өтіп жатады. Но в целом, мне кажется, қазір мы над этим работаем. И даже вполне успешно. Мен ойымша біздің мектептің балаларына олар өздерін толықтай көрсете алмайды. Мысалға қаншама адамдар бар, бір саланы ұнатады, мысалға обычно ведущий болуды алайық. Көптеген балалар бар, ведущий болғысы келеді, бірақ та кімге барарын білмейді. Сондай балалар дейді, немесе өздерін олимпиаданың движениеде көрсете алмайды, себебі мұғалімдер қабылдамайды. Сондықтан менің ойымша балаларға өздерін көрсету жетіспейді. Сондықтан барлығыңа құлақтарыңа алтын сырға, егер де бір нәрсе қаласыңдар, бір нәрсеге жетістіктерге жеткің келсе, қорықпаңдар ешкімнен, барыңдар, көріңдер, қателессеңдер де қайтадан бар көріңдер, может сендер де получится, может нет. Оның барлығын просто процессе ғана білесіңдер де, ал просто отырып ғана размышлять етсең, соңында көптеген проблемалар шығады. Надо действовать. Жалпы негізі бар ғой, я мен сенімен келісем, ондай дүние бар. Бірақ бізде енді айтып тұрғандай лучший из лучших жиналған ғой. Бізде конкуренция деген мощный мектепте. Прям бізде балалар бір-бірін жау қоюға дайын өз-өзін көрсету үшін. Менің ойымша бірінші балалардың өздерімен, яғни олардың ішкі тұлғаларының да қасиеттері болады, сонымен айналысу керек. Өйткені бізде болады, тіпті ладно, балалар өздерін көрсете алмай қалады, бірақ содан кейін өздерін жейді, еще басқа балалар оны жейді да, андай ішінен тиісіп. Менің ойымша соны дұрыстау керек бізге. Жалпы негізі бар ғой, бізде мектепте психологтар бар, біз бармыз, лицевед. Жалпы негізі любой проблема болса сіздерде бізге айтуға болады, шынымен біз сіздерге көмектесуге әрдайым әзірміз. Аяулым, осы әңгімелесу барысында мен түсіндім, сен балаларға деген кумир бола алатын жансың, сен өте ақылдысың, және де
опытың да өте көп екен. Біздің балаларға қандай кеңес бере аласың? Так, балаларға мен не айтамын? Ешқашан да берілмеңдер, мұнаймаңдар. Егер де бір нәрсе сендерде бірінші попыткадан шықпай жатса, екінші рет, үшінші жасай беріңдер. Бастысы сендер өздерін сол дүниемен жанып тұру керексіңдер. Ең бастысы біз мектепте ол терпение, шыдамдылық, өжеттілік және де мықтылық. Ешқашан сынбаңдар, мұнаймаңдар және де өзге адамдардың жағымсыз жақтарына ешқашан да көңіл бермеңдер. Өздеріне фокус жасаңдар. Және сол подкаст тыңдаңдар обязательно. Мен ойымша, осы сол подкаст негізі клубы ашуға вообще күшті болды. Өйткені мектептің реально андай жақсы кеңес бере алатын адамдар келеді деп ойлаймын. Сондықтан да ол балалардың құлағына алтын сырға болады. Пайдасы көп болады деп ойлаймын. Сол подкаст тыңдаңдар. Аяулым, сенімен осы әңгіме дүкен құру барысында сенің жаңа қасиеттеріңді, жаңа оқиғаларыңды ести отырып, сенің біздің мектептің оқушыларына нағыз үлгі бола алатын оқушы екеніңді түсіндім. Келешекте бұл бірінші кездесу болса да, келешекте тағы да кездесеміз деген ойдамын, және де бұл сұхбат соңғы емес екеніне сенімдімін. Жылы сөздеріне көп рахмет. Келесі кездесуде біздің қонағымыз әлемдік деңгейде өзін көрсетіп үлгерген мектебіміздің ең үздік робототехнигі болады. Келесі шығарылымды жіберіп алмаңыздар. Это она добровольно. Что? Ты меня уважаешь конкретно? Все. Тему переводит. Ответить не может. Давайте как бэкстейдж, да, сейчас это еще как-то сделайте. Да, я об этом нарезке говорила. Хотя? В начале. Потом сұр қап-қара ректор шығады, яғни Да, бастар да, шығады. да. Аяулым, көшбасшылар кеңес туралы. Ильяс, это тебе